Ал қыздар, енді қараңыздар, эпоксидный смоланы құямыз. Ол үшін сіздерге А компоненті мен Б компоненті керек болады, және де осындай кішігірім ыдыс керек болады. Сосын осындай весы керек. Кішкентай ыдыс алғандарыңыз, себебі көп құймасаңыздар, кішкентай ыдыс ыңғайлы болады да, аз ғана құятын боламыз. Мен де қазір сіздерге кішігірім ғана құюды көрсетемін, себебі көп керек емес. Көп құйсаңыздар артығы қалып қояды да, қатып қалады. Қазір мен шамамен А компонентінен 4 мл құямын. Ой, асып кетті. Так, онда 10 құяйын қазір. Сосын Б компонентінен 5 құятын боламын. Қазір. Неге 10 болды. Енді Б компонентінен 5 құямыз. Жартысын құямыз. Себебі 100/50 формуласы. Неге 15 болды. Болды, енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз қыздар. Бұл қазір араласқан кезде сәл андай мутный болады, содан кейін еще іші барлығы пузырик болып шығады. Осы мутный толықтай су сияқты мөлдір болғанша кету керек. Жақсылап бір 5-6 минуттай араластырасыздар. Содан кейін бұл өз орнына қалпына келеді, қайтып мөлдір болғанына. Осылай мінеке қараңыздар, бір-біріне жақсылап араластырасыздар. Егер уже көп қалып кетіп жатса, соны до конца құйып тастаңыздар, я. Осындай кішігірім ыдыстар ыңғайлы болады осыған. Осы брошканы істегенге. Мінеке, дәл осы жолмен үстіне құятын осы сместі жасап аласыздар. Дәл осылайынан жақсы ма? Осылай толығымен жақсылап мөлдір болғанша араластырасыздар. Негізі бұны қыздар анандай немен қолдарыңызға перчатки киіп, сосын сондай жерде істеу керек. Егер көп қолдансаңыздар, мұрындарыңызға маска киіп алу керек. Бұл негізі иісі шығады, басты ауыртады, көп қолдансаңыздар. Ал былайынан кішігірім қолдансаңыздар, байқалмайды, білінбейді. Ал мінеке мен пока осылайынан жақсылап тұрып араластырып алайын. Сосын уже құю барысын бірге құятын боламыз. Жақсы ма?